Американдық мұғалімдер үзіліс уақытында оқушыларына жыныстық қатынасты үйретеді екен. Ондай әрекеттің неге алып келетінін және қандай жаза алатынын американдық мұғалім әйелдер жақсы біледі. Мысалы, 2015 жылы флоридалық 30 жасар Дженнифер Фитчер есімді мұғалімнің оқиғасы Америка қоғамын дүр сілкіндірген еді. Дженниферді 16 және 17 жасар 3 оқушымен жыныстық қатынасқа түскені үшін 22 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл сұмдық оқиғаның айналасында үлкен шу көтерілді. Біреулер мұғалімге аяушылықпен қараған болса, кейбіреулер жасөспірімдердің тарапында болды. Шынымды айтсам, Қазақстанда мұндай сұмдық оқиғалар орын алғаны туралы естуім жоқ. Десек те мүлде болмаған деп те айта алмайтын сияқтымыз. Бәлкім бізде әйел мұғалім оқушыны зорлады дегенге сенбейтін шығар. Ал үстінен арыз жазу деген тіпті ұят нәрсе сияқты. Бірақ Америкада ондай әрекеттер үшін қатаң жазалайды. Бәріне сәлем достар, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Брианна Алтис. Юта штатының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 36 жасар Брианна 14 қылмыстық эпизодтарда кінәлі болып табылған. Олардың ішінде 16-17 жасар екі оқушыны зорлау және жыныстық қарым-қатынасқа итермелеу. Брианна Алтис 2015 жылдың сәуір айында өз кінәсін мойындап, сот процесі жүргенше бостандықта болған. Бірақ оқушылардың біреуімен қатынасын тоқтатпағаны үшін түрмеге қамалған. Мұғалімнің адвокаты бәленің бәрін оқушылардың өздері бастаған дегеніне қарамастан, сот қызметкерлері Брианна ересек адам. Ол жоқ деп айтудың орнына жасөспірімдерге зиян тигізген деп айтқан. Көбісі Брианнаға тым қатаң жаза берді деп айтса да, оны 30 жылға бас бостандығынан айырған. Сара Джонс. Огайо штатының дене шынықтыру мұғалімі 27 жасар Сара Джонс күйеуімен ажырасқаннан кейін 17 жасар оқушымен жүріп бастаған. 2011 жылы оған кәмелет жасқа толмаған баланы жыныстық қатынасқа итермелеген деген айып тағылған. Сара және оның 17 жасар жігіті еш нәрсені мойындамаған және бұл айыппен келіспеген. Одан бөлек Сара оқушысына ұялы телефон сындырып тастауын өтінген екен. Сондықтан екеуінің арасында бір нәрсе болғанын сот дәлелдей алмаған. Ақыр соңында айыпталушы мұғалім сотпен келісіп, әдепсіз қылық жасағанын мойындаған. Сараны жұмыстан босатып, мұғалімді қызмет атқаруға тыйым салған. Есесіне түрмеге қамалмаған. Бірнеше жылдан кейін әлгі оқушы 19 жасқа толғанда Сара екеуі үйленіпті. Линдси Массаро. Делавер штатының бастауыш сыныптарының мұғалімі 26 жасар Линдси Массаро 15 жастағы оқушымен өз көлігінде жыныстық қатынаспен айналысқан. Одан бөлек мұғалім жас баланы өз үйіне шақырып жүрген. Линдсидің сөзінше оқушыны күштемеген екен. Оқушының әкесі бәрін біліп қойғасын полицияға шағымданған. 30 наурыз 2009 жылы Линдси Массароны өмір бақи бас бостандығынан айырған. Памела Роджерс Тернер. Теннесси штатының дене шынықтыру мұғалімі 28 жасар Памела өзі тұрып жүрген пәтердің қожайынның 13 жасар баласымен жыныстық қатынасқа түсіп жүрген. 3 айдың ішінде балақай жыныстық тәрбиенің толық курсын өткен. Стриптизден бастап аралды секске дейін. Тіпті мектептің спорт залында да сондаймен айналысуға дейін барған. Мұғалімді 8 жылға бас бостандығынан айырған, бірақ ол 9 айын ғана отырып шыққан. Түрмеден шыққасында Памела өзінің 13 жасар көңілдесіне неше түрлі хаттар, әдепсіз видеолар жіберіп жүрген. 2006 жылы Памела Роджерсті сынау мерзімін бұзғаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырған. Сотта Памела мен түзеліп шығу үшін бар күшімді саламын деген. Десек те 2007 жылы тыным білмейтін мұғалімге әлгі 13 жасар балаға өзінің жалаңаш суретін жібергені үшін тағы 2 жыл қосып берген. Мэри Кей Леторну Фаулау. Вашингтон штатының бастауыш сыныптарының мұғалімі 35 жасар Мэри Кей 12 жасар оқушыны зорлаған. Мэри Кейдің күйеуі және 4 баласы болған. Әлгі оқушы 14 жасқа толғанда Мэри Кей одан бала көтерген. 1997 жылы Мэри Кейді 7,5 жылға бас бостандығынан айырған. Түрмеден шыққасын 2005 жылы Мэри Кей әлгі оқушыға күйеуге шығып, оған тағы бір бала туып берген. 7 шілде 2020 жылы
58 жасар Мэри Кей рактан көз жұмған. Менде бүгінге осы достар. Қаншалықты шок болғанымды айтып жеткізе алмаймын. Комментарийде пікірлеріңізді күтемін. Баршаңызға аманшылық.